Аты шулы банкир мен оппозиционер Мұхтар Әбіләзовтың отбасы туралы не белгілі? Сол туралы осы бейнемізде баяндаймыз. Әкесі Әбіләзов Қабыл, анасы Төлепбергенова Рауза Кәрімқызы. Әбіләзовтың екі әпке қарындасы мен екі бауыры бар. Әбіләзова Қарлығаш, Әбіләзова Гаухар және Әбіләзов Саттар мен Әбіләзов Мәжит. Мұхтар Әбіләзовтың жұбайы Шалабаева Алма Буранбайқызы. Әбіләзовтың әйелі туралы мәлімет өте аз. Ол 1966 жылы 15 тамызда дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін математика мамандығы бойынша бітірген. Әбіләзов Алма Шалабаеваға тұрмысқа шығып 1991 жылы кәсіппен айналысады. Әбіләзовтың айтуынша, ер адамдар әдетте тұңғыш ұлды қалайтынына қарамастан, ол әйелі екеуінің алдымен қызды болатынына сенімді болған. Оның дүниеге келуі мені, өмірімізді, болашақ мамандығымды түбегейлі өзгертті. Одан кейін университетте кіші ғылыми қызметкер болып жұмыс істедім. Физика пәнін оқыдым. Біз Алматыдан 30 шақырым жердегі Алатау ауылында шағын жатақхана бөлмесінде тұрдық. Және жас отбасының қиын өмірін өткерсек те, физикаға, шахматқа құмар болдым. Қоғамдық өмірге де белсенді айналыстым. Алма университетте оқыды. Баланы қалдыратын ешкім жоқ. Жалақысы әйтеуір күн көру үшін ғана жететін, деп жазды экс-банкир. Сондай-ақ ол 9 метрлік бөлменің өте дымқыл екенін, бір терезесі мықтап қапталғанын айтты. Тышқандар кешке бөлмені айналып жүгіріп, Мадинаға басын айналдыратын рахат әкелетінін баяндады. Содан бала 9 айында екі жақты пневмониямен ауырып ақша жоқ. Сонда Әбіләзов ғылыммен айналысу ол үшін қол жетпес байлық екенін түсінгенін мойындады. Бұрынғы банкирдің 4 баласы бар. Мадина 1988 жылы туылған. Мадияр 1992 жылы туылған. Алуа және Алдияр 2001 жылы туылған. Ол отбасын адалдығы мен шыдамдылығы үшін жақсы көретінін және бағалайтынын мойындады. Әбіләзов пен оның отбасы мүшелері бір-біріне деген сүйіспеншілік пен бауырмашылықты әлеуметтік желілерде ықыласпен көрсетеді. Әбіләзов үлкен қызының құрметіне 1991 жылдан 1993 жылға дейін директоры болған Мәдина депутаттығын құрды. Мәдина Әбіләзқызы Алматының бұрынғы әкімі Виктор Харапуновтың ұлы Ильястың әйелі. 2013 жылдың 31 мамырында Римде итальяндық полицияның рейді кезінде Алма Шалабаева мен Әбіләзовтың кіші қызы Алуа Әбіләзованы тұрғылықты жерінде ұстады. 1 маусымда оларды Қазақстанға жер аударды. Қазақстандық шенеуніктердің айтуынша, Шалабаеваның бұрын Италияда жүрген төлқұжаты жалған болған. Кейін Италия үкіметі бұл депортацияны заңсыз деп жариялап, өз кінәсін мойындады. Италияның ішкі істер министрлігінің қызметкері жұмыстан қуылды. Шалабаеваны депортациялау ісі Италия парламентінде қаралып, ішкі істер министрлігіне сенімсіздік білдіру мәселесін көтеруге негіз болды. Сол жылдың желтоқсан айының аяғында Қазақстан тергеу органдары Мұхтар Әбіләзовтың әйелі Алма Шалабаеваға қатысты бұлтартпау шарасын ешқайда кетпеу туралы тілхаттың орнына материалдық кепілдікпен ауыстырды. Оның үстінен жалған құжат жасаған деген айыппен қозғалған іс тоқтатылды. Әбіләзовтың әйелі мен кіші қызы Италияға сол жылдың желтоқсанында қайта оралды. 2018 жылдың 13 маусымында YouTube желісінде Мұхтар Әбіләзов пен Польшаның құқық қорғаушысы Людмила Козловскаяның интимдік кездесуі туралы видео пайда болды. Онда Әбіләзовқа ұқсайтын ер адам ашық диалог қорының жетекшісі Людмила Козловскаяға ұқсайтын әйелді сүйіп құшақтайды. Видеоның сипаттамасында толық нұсқасын ересектерге арналған сайттардан қараңдар делінген еді. Осы сайттардың бірінде толық нұсқасы шынымен де табылды. Оның ұзақтығы 11 минут құрады. Мұхтар Әбіләзовтың жыныстық серіктесі ретінде танылған Людмила Козловская бірнеше жылдар бойы оның мүддесін соттар мен Еуропарламентте қорғап келген.